Көктемнің алғашқы күні қазақстандықтар рахмет сөзімен қарсы алды. Себебі 1 наурыз Қазақстанда алғыс айту күні ерекше мағына мен рухани қуанышқа толы жас мерекесінің бірі. Өз тарихыңды есте сақта және мақтан ет мерекенің негізгі сәлемдемелерінің бірі. Алғыс айту күні Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы жарлығымен бекітілген. Сондай-ақ мерекелеу күні 1 наурызда көрсетілген. Мереке құру бастамасы 2015 жылғы сәуірде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 22 сессиясында сөйленген сөзінде, оның 20 жылдығын мерекелеу аясында алғыс айту күні атап өтуді ұсынған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа да тиесілі. Тұңғыш президент бұл күні еліміздің барлық этностардың өкілдері бір-біріне және қазақтарға көптеген халықтар Қазақстанға жер аударылған жылдарындағы төзімділігі мен қонақжайлығы үшін алғыс айта алатынын атап өтті. Бұл күн барлық қазақстандықтардың бір-біріне деген мейірімділігінің, достығы мен махаббатының жарқын мерекесі бола алады деген. Бұл мерекенің мақсаттарының бірі өскелең ұрпақтың бойында толеранттық, бір-біріне құрмет пен достық сезімдерін тәрбиелеу, сондай-ақ Қазақстанды этносаралық келісімді нығайту болды. Оның халқы мақтан тұтатын Қазақстанның ұлы көп ұлтты отбасы бұл бірнеше көш-қон толқындарының нәтижесі. Қоныс аударушылардың вагондардан тікелей жалаңаш далаға түсірілді, ал өздері мұқтаж болған қазақ отбасылары оларды үйлеріне алып кіргізді. Олардың барлығы Қазақстанда лайықты қоныстанып өмір сүре бастады. Бұл жерде бүкіл республикалық халқының зор еңбегі бар. Қазақстан Халықаралық Ассамблеясында атап өткендей, барлық қазақстандықтар қуғын-сүргін жылдарында, жер аудару жылдарында еске алады. Қиын уақытқа қарамастан қазақтар Қазақстан жерінде жер аударылғандар ондаған және жүздеген мың адамдардың өмірін сақтап қалды, және бұл жер олар үшін жаңа отан болды. Депортация және қуғын-сүргін кезінде көрсеткен қолдауы үшін қазақ халқының адамдардың алғыс білдіретін науқаны болды. Біздің еліміз 130 этнос пен 17 діни конфессиясын біріктірді. Бірақ бұл ретте Қазақстан Республикасында этносаралық және конфессиялық келісім үшін барлық жағдай жасалған. Бұл қазақстандықтар Столыпин реформаларынан ұжымдастыру мен кулактарды тапқаннан кейін көптеген қоныс аударушыларды қабылдаған кезде бастау алатын ерекше ұлттық идея. Өзара көмек, қолдау және жауаптылыққа қазіргі заманға тұтас қоғамды қалыптастыруға негізі болды. Сондықтан арнайы мекені құру бұл Қазақстан халқына ауыр уақытта адамдарға көрсеткен қамқорлығы үшін құрмет пен алғыс. Алғыс айту күнін үлкен мағыналық жүктемені көтеретіндей пайдалы мереке деп атауға болады. Ол қазақстандықтарды біріктірді. Достық, өзара көмек құндылықтарының тұрақты болып табылады және оларды ел халқы бөлді. Алғыс айту күні бұл еліміздің әрбір азаматтың бір-біріне құрмет көрсету күні. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын күні. Мерекенің мақсаттарының бірі көп ұлтты Қазақстанның қалыптасқан өткен кезеңдерді, тарихи оқиғаларды еске алу, сондай-ақ жастардың аға буынының құндылықтарын сіңіру, толеранттық үйрету, ортақ тіл таба білу, өзінің шығу тегін құрметтеу және отанын сүю болып табылады. Көктемнің келуімен бірге 1 наурызда Қазақстанда алғыс айтуға арналған бұл ерекше рәміздерге ие болды. Көктемнің жаңаруымен, гүлденумен байланысты. Мұндай көңілді маусымды күлімсіреумен, жылы сөздермен бастағаныңыз жөн. Лайықты адамға алғыс айту мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Айналаңыздағы әлемді мейірімді етіңіз. Мереке құтты болсын, құрметті қазақстандықтар.